бір әулеттің ұйытқысы болып, қазір сол әулеттің маңдайын жарқыратып отырған, түтінін түзу шығарып отырған қазақтың ивалы бір келінін шақырайықшы. Әйгерім Өмірзақ 32 жаста. Ол шаңырақты шаттыққа бөлеп, өзгеге үлгі болып отырған келін. Осыдан 10 жылдай бұрын оның енесі өмірден озған. Содан бері Әйгерім төсек тартып жатқан қайнатасы мен Даун синдромымен ауыратын қайнағасын өз қамқорлығына алған. 4 баланы тәрбиелеп отыр. Келін болып түскеніме 8 жыл болды. Жігітіңізбен жүріп жүрген кезде отбасы жайлы айтты ма? Денсаулығында ақау бар, бауыры бар екенін айтып еді? Енді қиын емес деп айтамаймын, расында қиын, ауру кісіге қараған. Жолдасымды енді жақсы көріп, неткен соң тәуекел еттім. Үлгілі келін атасына, қайнағасына қарап жүреді. Енді қиын болса да соған төзіп жүр. Енді екінің бірі оған көне бермейді. Өзіңнің қайныңды. Қайным. Қамқорлықтарыңызға алып, балаларыңыз секілді өсіріп жатыр екенсіздер. 2,5 жасымда қалды. Енеміз бір жағдайлармен қатты ауырды да, өмірден солай кетті. Тұңғышың сол бала деп есептеу керек. Иә, келін болып қалай түстім, маған жақын болды ол. Сол кезден бастап өзім бауырыма басып, жуындырып, жаңағыдай қараған болатын өз баламды. Алтын құрсағаныңа сәлем айт, рахмет. Сен сияқты текті қыз туғанына.